Біздің студияда сіздер асыға күткен Асылжан, бәріңіз қайда кетіп қалды деп жазғансыздар дайректе. Қалайсыз, Асылжан? Сізді бәрі Айгүлден қорқып келмей қалды деп жатыр. Солай ма? Айгүл хабарласып келмеді деп айтпады ма? Жоқ. Ол тараптан сөйлескен жоқпыз. Әлде сөйлескен жоқпыз. Қай тараптан сөйлестіңіздер? Қай тараптан? Иә. Біз только балалар тарапынан сөйлесеміз. Басқа артық әңгіме болмады. Өз үміткеріңізді күтесіз. Қандай қыз келмей ақ қойсын? Қандай қыз? Иә. 25-тен асқан қыз. Мәссаған 25-ке дейінгі қыздар ғана қабылдайсыз ба? Не деген? Сіз өзіңіз толық қанша жастасыз? 27 жаста екен. Мәссаған қыздар 18 мен 25-ке толсаңыздар, келіңіздер. Асылжан сіздерді күтеді. Елдің көңіл-күйі күшті сияқты бүгін. Негізінде мен кеше түнде ауырып. Неге дейсіздер ғой? Неге? Жарайды, оны кейін білесіздер. Негізінде кішкене ауырып тұрған болдым, бана азаматта. Әлде де басым ауырып тұр. И тісім құрсын шыға сап стоматологқа бармаса болмайды. Тісім тұрына бетім еще. Демалыс күні бару керек деп қоям, мүмкін тауға барғанға қарағанда. Соны айтамын ғой. Иә. Оның үстіне Нөни мен тауға барғаныңыз қалай кетті? Ой, ол жарты жолдан қосылды. Қоймай өзі мен де барам, мен де біз Екеуміз барамыз. Жарайды, тұра тұрыңыз, сұрағым бар. Сосын жарайды, енді бірге бардыңыздар. Бірақ андай бір тиктокер қалдым. Нөнидің тиктогын көрген шығарсыз. Мен ондай түсірген жоқпын. Өзі түсіргісі келіп түсірді. Сіз түсіп тұрсыз ғой ол жерде. Андай ғой, ол былай болды да. Қазір мен түсіре салайық дедім, мен қандай өлең екенін нежданчик болып қалды да, бүйтіп келді де, фук деп түсірді. И мен ойланып қалдым. Ладно, сосын. Ал Шерхан оған қалай қарай? Күнмен. Қалай болса солай. Арунаның демалысы қалай өтті екен? Демалысым всегда мен пассивный өтеді ғой. Ұйықтаймын, демаламын. Ұйықтайсыз. Ұйықтаған жақсы көресіз ба? Иә. Сосын тағы нені жақсы көресіз? Тамақ ішкенді жақсы көремін. Мені жақсы көреді. Иә, мынаны жақсы көремін. Ноқтасы жақсы көресіз. Сөйтіп таныстық тоқтамайтын болды, күшті болды ма ары қарай? Күшті болып кетті ғой. Мәс болып кетті бәрі. Бір ұрсып алу керек болып тұр екен, Иә. Сонда жетіспей қалды арасында. Скучно болып кетті. Жоқ, барлығы жақсы бізде. Сол демалыс күні Антосын жанында болдым. Запись тазалайды, сосын тамақтанамыз, үйге апарып тастайды. Солай өтті ма демалысыңыз? Сіз ше боқтап сөйлейтін қыздар туралы не ойлайсыз? Өте жаман ойлайды. Жаман ойлайды. Ол қалай ол? Өзі? Өзіңіз балатсыз айтпайсыз. Ашуыңызды қалай шығарасыз? Қабат деген айды. Арғынның келінінің қалай екен, жағдайы қалай екен? Кім айтты? Сіз өзіңіз жазып қойыңыз ғой? Ай, жоқ, ол точка ғой. Ол ойланамыз ба деген сияқты. Мүмкін арғын жігіті ғана айтпаған ғой дайшы, мен болашақ жарым деген сөз жоқ қой. Бірақ сізді арғынның қыздар сторисіне салыпты ғой біздің келініміз. Сіз оған мақұлдапсыз. Жоқ, андай ғой. Негізі арғынның жігіттері күшті болады, мен таныған арғын достарым да бар, күшті болады шынымен. Мықты жігіттер болады. Мысалы Тәуіржан, мысалы Расул. Расулды білмеймін, ұмытып қалдым оны, арғын екен. Оған қатысы жоқ па? Оған қатысы жоқ, ол кішкене араласпа деп айтсаң. Тәуіржан, сосын менің бір кластасым болған. Даже тура Тәуіржан сияқты жақсы жігіт болған. Біздің қыздардың бәріне көмектесіп сөйтіп жүретін. 2 жас тикток түсіріп жатыр. Ей, жүректің жартысы жоқ. Солай. Мына қыздан мына жігіт айтады, мен жұлдыз жасайын дейді. Иә, мен потому что ағашпын. Натуре ағаш бар ғой. Сатып жүрсіз бар ғой. Бірақ білесіз ба, бұрын сіздің қызыңыз биші болған ғой. Иә, қазір просто сүйек. Мен байқамадым әлі. Жан! Ол мен просто сүйектерім қатайып қалған ғой, баяғыда гибкая болады. Сүйек қатайып қала ма? Мен. Жан, сен де постоянно позитиве бере жүресің ғой, бүйтіп білемеймін, например. Мен бүйтіп жүре бергенде.